алдарыңызда Шымкентті шулатып жүрген тот самый 77 жау. Нужна, а вдруг завтра годы или война? Почему же так тяжело дышать? Почему так рвется твоя душа? Словно стрелы отравленные мысли, твои неотправленные письма. ВАЗ-2170 әрбір 18-ге толған жас жігіттің арманы. Бұл номер бұдан алдын екі приорада тұрған болатын. Біріншісі өздеріңіз білетін единственный ақ приора. TikTok'ты, Instagram'ды біраз соцсетті шулатып еді. Одан кейін қоңыр приора болды. Араға ұзақ уақыт салып, осындай Одиссей приора болып отыр. Бұл приора олардың состояниясы асып түспесе, кем түспейді. Ендеше көліктің есімен таныстыра кетейік. Көбісі приораны көріп атады, бірақ егесін көрмейді. Раной, келе ғой. Ассалаумағалейкум. Ассалам. Есімі Нұржау болады. 77 жау деген номердің енді не үшін екенін білген шығарсыздар. Раной, машинаға қанша ақша кетті, не кетті, не салып бәрін айтайық. Машинаға бірінші очередь пневмо подвеска қойылды. Пневмо подвескаға примерно доработкамен қосылып 800 мың барды ғой машина өзі. Сосын пневмоға енді баллон алды ғой, баллон ыңғайсыз болып қалмау үшін, тиіп қалмау үшін. Баллон өзі примерно 160 мың түсті. Пневмо подвеска 165, 45, 16. И музыкаға кетсек, музыканың өзі, аппаратураның өзі 1,5 миллион ақша тығылды ғой машина өзіне ша. Машинаның полностью салон бұрын пленка, оны диас деген бауырды полностью өзі істеп берген. Машинаның өзіне 1,3 миллион деген ақша кетті ғой былай келгенде ша. Былай ойлап қарасаң, бір приораға плюс бір приораның ақшасы тығылған приора болып тұрған машинаның былай айтқанда құны 6 миллион теңге болып тұр, солай ма брат? Солай ғой. Осы бір 3-лексен ақшасы кетіп тұрған жерде ортада ша. Нұржау бауырымызға құр келген жоқпыз. Өзіміздің сыйлығымызды ала келдік. Мінекей приораға стильный машинаға стильный коврик алып келген жайымыз бар. Мінекей осындай сыйлығымыз. Осы біздің бизнесіміз. Қазіргі таңда машиналарға осындай ковриктерді тігіп жатырмыз. Қызыл, жасыл, көк кез келген цветтерінен бар. Шеті осылай кесілген приораға тура отырады да, мынау артқы жағы. Мінекей артына екеу, алдына екеу, короче, тура осындай. Өзіміздің Бакавто деген осы Инстаграмымызда салып жатырмыз қазіргі таңда. И қасына подарок ретінде осындай подмобильник беріп жатыр енді осындай. Қазіргі таңда безрамочный подмобильниктер алдына и артына. Ол бауырыңда қалса берекесін берсін. Болды, от души. Енді единственный приораның салонына отырып көрейік. Ой, мынау деген жер болып тұрған. Ал мінекей машинаның салоны осы. Мінекей полностью мына бронопленка жабыстырған, мына жаққа жабыстырған. Солай. Мен өзім былай приораны түсіне бермесем де енді айдап жүрмегеннен кейін. Мына приора мені әжептәуір ауырып тұр енді. Анау машинада жоқ. Бүйтіп бар не дегенмен, мінекей колонкалары барлығы аккуратно жиналған. Былай айтқанда салонда осы бронопленкалары бар. Ендеше бәріне қызық болған машинаның музыкасын да көрейік. Рандай қой жүресің ба? Болды. Тойхананың анау-мынау аппараттарын өз жете алмайын деп тұр ғой. Бағыттарыңызға осындай приора бұйырсын. Жас жігіттер армандап жүргендер болса. Ендеше сау болыңыздар, келесі обзорда жүздескенше. Қай машинаға обзор істейік, соны жазып кетіңіздер астына.